Алматы әкімдігі қаланы интернетте жарнамалау үшін 321 миллион теңге жұмсамақ. Бұл деректі көрдіңіз бе? Бұл көп ақшаға ведомство қандай қызметтерге тапсырыс берді? Бұл сұрақтың жауабын бірге зерттейік. Оған дейін каналға жазылып, лайк басуды ұмытпа. Ақшаң болса қалтаңда, қалтаңда да қалтаңда. 2023 жылдың 27 маусымында Алматы туризм бюросы шетелдік платформада туристік жарнаманы орналастыру үшін 106 миллион 543 мың 210 теңгеге шарт жасасты. Келісім шартта Тау Innovate Illusion қол қойған. Ведомство бұл сомаға Google және Яндекстің іздеу жүйесінде Visit Алматы KZ сайтының контекстік және баннерлік жарнамасын салуды көздеген. Одан бөлек порталға кемінде 300 мың пайдаланушы кіруі тиіс деп болжанған. Нысаналы жарнама Біріккен Араб Әмірлігі, Сауд Арабиясы, Түркия, Израиль, Италия, Ұлыбритания, Германия, Сингапур және Гонконг азаматтарына бағытталған. Сонымен қатар, олар Instagram және Facebook әлеуметтік желілерінде таңдалған елдің тілінде Алматыны насихаттайтын жарнамаларды жариялайды. Сондай-ақ Visit Алматы порталының қамту аясын кеңейту үшін YouTube сервисінде 30 секундық жарнамалық роликтер орналастырылады. Жалпы жыл соңына дейін жарнамалық роликтер кем дегенде 2,5 миллион рет көрілуі тиіс, ал жарнамалық науқанның жалпы қаралымы 100 миллионға жетуі тиіс. Электрондық актілердің деректеріне сәйкес материалды жазу кезінде жеткізушіге жалпы сомадан 45 миллион 150 мың 321 теңге төленді. Бір қызығы, ведомство ішкі туризмді жарнамалауға көбірек қаражат бөлген. Осылайша 2023 жылдың тамызында отандық интернет басылымдарында жарнамалық мақалаларды жариялау үшін туризм бюросы 12 Creative PA мен 175 миллион 500 мың теңгеге келісімшарт жасасқан. Техникалық шарттар бойынша жеткізуші жыл соңына дейін Қазақстандағы 20 ірі баққа қазақ, орыс тілдерінде кемінде 2,5 мың таңбадан тұратын мақтау сипатында 185 мақала жариялануы тиіс. Олардың қатарында Тенгриньюс KZ, Информ KZ, Закон KZ, Forbes KZ, 365 Info KZ, Нұр KZ, Информ Бюро KZ, Орда KZ, Тайм KZ, Кастак KZ және тағы да басқа сайттар бар. Порталға байланысты жарияланымдардың саны 5-тен 25-ке дейін өзгерді. Бұған қоса басылымдардағы жарнамалық бағаның әртүрлі болуына қарамастан, бір жарнамалық мақаланың құны салық төлеушілерге 632 мың 46 теңгеге шыққан. Қыркүйекте департамент Тенгриньюс KZ сайтына иелік ететін Effective Media Liaison мен бірге Алматы қаласы бойынша онлайн жол нұсқа жасауға 39 миллион 406 мың 250 теңгеге кезекті келісім шартқа қол қойған. Техникалық талаптарға сәйкес жол нұсқа 2,5 мың таңбадан тұратын 25 мәтіндік материал және 4 мың таңбадан тұратын 6 материал болуы керек. Әр мәтін фотосуреттермен безендіріліп, Алматы қаласы туралы ақпарат, Алматы қонақтары мен тұрғындарына арналған пайдалы ақпарат, Алматыда не жеуге болады, Алматыда не істеуге болады, Алматыда не көруге болады, Алматыда не сатып алу керек және тағы да басқа тақырыптарға сәйкес келуі керек. Басылымдар қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде аударылуы тиіс. Жоба аясында жеткізушіге кемінде 100 мың нысаннан тұратын Алматының көрікті жерлерінің деректерін дайындап, олардың әр қайсысына 600 таңбадан тұратын қысқаша сипаттама берілуі қажет. Сондай-ақ қаладағы жаяу жүру маршруттары туралы да кемінде 2 минутта айтатын аз дегенде 50 аудиоролик жазылуы керек. Егер мақаламен толығырақ танысқыңыз келсе, сипаттамада көрсетілген сілтемеге өтіп, оқи аласыз. Шынайы және тексерілген деректі бізден оқы. Ақшаң болса қалтаңда, қалтаңда да қалтаңда.